Ағат ата, енді өздеріңіз көріп жатсыздар, қазір мына нарығымыз түрлі дәрі-дәрмекпен емдеуіш жаңағындай дәрілік өнімдермен толып кеткен. Ламифаренді басқа дәрілердің арасынан сырып бөліп алып, өздеріңіздің қабылдауыңа не себеп болды? Не мазалаушы еді бұны сіздерді? Мені мазалайтын осы сіздерге келіп отқан себебім, бұл ламифаренге сіздердің ұжымдарға рахметімді айтуға бар. Мен өзім жаңағы давлениедегі мен учетта тұратын болдым. Қан қысымы көтерілді. Қан қысымы көтерілді, жаңағы сол 160-тан түспейтін болған. Қазір мен өзім жаңағы қан қысымым 120-да 81 жас жігіттің жаңағы несі қан қысымы. Демек түсті ғой. Түсті. Өте дұрыс болған екен. Өзі не қылып, мен енді ол тек қана жаңағы қан қысымы емес, менің өзімнің жерімде асқазанымда ауыратын болған. Асқазанда бар. Асқазанда ауыратын. Белім жаңағы грижа деп, мен бүйрегім ауыратын білмеппін. Грижаны жаңағы емдей береміз, грижаға укол саламыз. Сөйтіп жүріп, содан кейін жаңағы мынаны ішіп қабылдағаннан кейін жата бірінші жаңағы басым ауырып 1-2 күн ішкен. Омыртқа грижасы бағасы. Омыртқа грижасы, омыртқа грижам жаңағы не басым ауыр бір не болып, содан кейін белім деген ауыра бастады. Мен айттым, мына ішпей қойсақ байтып деп өзім ойладым, содан кейін бастап қойғаннан кейін бірақ енді бітірейін енді. Содан кейін бір 2 банк ішкеннен кейін жаңағы бүйрегімнен енді жаңағы бүйрегім белім ауырды, грижа деп жүр ғой, мен жаңағы грижа. Сөйтсем бүйрегім ауырады екен, бүйрегімде құм бар екен. Сол құмдар жаңағы ішкі құрылыстың жаңағы құмдар жаңағы бүйрек білмей қалай шықты. Сол өзінің шыққанын өзім көрдім. Альгинат қышқылдары бүкіл ауруды қозғап барып, ағзада кемдік заңтар дұрыс айтасыз. Ауыртып барып емдеген екен. Осының басқа дәрі-дәрмектен ерекшелігі осыда. Өйткені оның табиғи таза болуында. Көрдіңіздер ме? Антибиотик, химикат бөлшектер қандай жоқ. Жаңағы айта берсем, барлығы жаңағы несі ертек сияқты. Енді мен шашым деген жаңағы жуған уақытта. Мына кішкентай шашымның өзі жаңағы неге салып қойсын ваннаға. Түскен уақытта жаңағы шашым мынандай алатын тұғын бүйтіп. Қазір мен шашымда түспейді. Содан кейін аяғымда ана өкшемде бір әйтеуір жүк тұрдым да біреуден бір жаңағы не болады. Трещина сияқты жаңағы аяқты жаңағы. Сол жаңағы обострять етті ғой мен қайтадан. Кішкене жаңағы қатты жарылып, жүріс-тұрысыңызға ауыртпашылық алып келіп, жарылып барып, қазір деген аяғымда деген жаңағы ана өкшемде, ана бәрі жаңағы жарылғандар бәрі кетіп қалды. Мен оны өтірік айтып отқан жоқ, мен оны өзім жаңағы не, мен оны мақтай берсе жаңағы ертек сияқты деп айтып отырмын. Дұрыс айтасыз. Нақтысын айтып отырмын ғой енді. Енді иммунитетіңіз көтеріле келе. Иммунитет көтеріліп, өзім бір енді жас жігіт сияқты. Ризамыз ағасы. Біздің басты мақсатымыз осы. Мына киімдердің бәрі қарында жоқ болатын ғой. Өзім деген бүйіп жаңағы қазақ 40-тан асқаннан кейін ол болу керек. Жоқ, енді болғанда енді бұндай киімдер сыймайды. Жақсы нәрсе. Апай, сіздеші? Менің басым қатты ауыратын негізі. Бәрі көзімді аша алмай, сонда көзімді аша алмай қалады. Осы сіздердің ламифаренді радиодан естіп, іше бастадым. Басымның ауырғаны да қойды. Сосын аяғымдағы тырнақтарым қарайып кеткен. Кішкентай саусағымдағы тырнағым жоғалып та кеткен. Енді менің бір қуанатыным, енді аяғымдағы тырнақтарым әдемі болып, қарасы да кетіп, тырнағым өсті ғой. Лак жағып, сыртқа каблукпен шығуға ұялмайсыз. Жаңағы ашып жүре алмайтын. Енді мінекей керемет енді. Іш құрылыстарыңызға қалай әсер? Іш құрылыстарыңызға. Іш құрылысымда бәрі керемет енді. Айтып жеткізе алмайды. Ас адамның арқауы сырттан әкеп ешкім ауырып жабыстырып жөнейді. Жаңа айтып отырмыз ғой, құрылыс деген жаңағы семірген ненің арқасында. Сол жаңа құрылыстың бәрі тазарып жатыр жаңағы. Тазарып, тамақтың дұрыс сіңуіне. Бауыр да тазарған шығар. Жаңағы өтімде жаңағы топ қалды. Өте жақсы тазалайды. Жаңағы тәртіпте тұрған уақытта мен жаңағы аузыма қышқыл бірдеңе келіп тұрады ғой. Сол қышқылдың бәрі келіп. Енді оны айта берсін бір ертек сияқты енді. Жаңағы сұрақтарыңызда да сіздерге сол жаңағы ұжымдарыңызға рахметімді айтып отыр. Осыны шығарған адамға рахметімді айтып отыр. Жаңағы Ресейдің, Қазақстан жауларға рахмет. Ғарышкерлердің тамағы деп бекер аталмаған бұл ламифарен. Көрдіңіздер? Сондықтан аға көрдіңіздер ме? Тек қана үлкен кісілер, ауыратын кісілерге ғана емес, жалпылама айтқанда емшек еміп отырған 7 айлық балалардан бастап үлкен қарстердің барлығын қамти отырып, жалпыға бірдей нұсқама берілген өнім табиғи таза. Қазақтың қымызы аман болсын, салмалы аман болсын, арасынан ламифарен жүре берсін. Жасасын.